Кеспе көже тағамы барлықтарыңызға таныс болғанымен өзімнің жасау әдісімен бөліскім келді. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеле отырыңыздар. Бұл тағамды дайындау үшін ең алдымен біз етімізді қайнататын боламыз. Менде сиырдың жаңағы қабырғалары. Осылай бір 20 минут көлемінен кейін бетіне көбігі шығатын болады. Көбігін жақсылап алып тастаймыз. Сорпамыз қайнап жатқан кезде қамырымызды дайындап қоямыз. Қамыр үшін 300 граммдай ұн, 1 жұмыртқа және жарты шай қасықтай тұз салып, суды аз-аздан мөлшерлеп қойып, жақсылап қатты тығыз қамыр илеп аламыз. Қамырымыз тығыздау болғаны жақсы, себебі кеспеміз езілмей жақсы пісетін болады. Қамырымыз дайын болды. Қамырымызды 15 минут сайын басып отырып, әбден тындырып, ең қандырамыз. Енді сорпаға қосатын көкөністерді дайындайтын боламыз. 1 пияз, 1 сәбіз және 3 картоп қостым. Сәбізді осылай дөңгелек етіп тураған әдемі көрінеді. Сіздер өз қалауларыңызша ұзыншақ етіп турасаңыздар да болады. Қайнап жатқан сорпаға бұл көкөністерді қосқан кезде өз қасиеттерін сақтап, дәмді әрі пайдалы болады. Енді қамырымызды жая бастаймыз. Қатты жұқа емес, қалың емес, орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Енді қамырымызды 2 немесе осындай 4 бөлікке бөліп, арасына ұн жағу арқылы кеспе кесетін боламыз. Кеспенің қалыңдығын да өз қалауларыңызша кесуге болады. Жіңішке етіп кессеңіздер де болады. Немесе қалыңдау етіп кессеңіздер де болады. Міне осылай арасындағы ұндарын ашып аламыз. Кеспені сорпаңыздың көлеміне қарай салатын боласыз. Егер сорпамыз аз көлемде болса, 2 бөлігі де жетеді. Сорпаға жаңағы көкөністерімізді салып қойдық. Енді дәміне қарай тұз қосып, етімізді сүзіп аламыз. Міне сорпамызға кеспе салатын боламыз. Кеспемізді салғаннан кейін бірден араластырып жібереміз. Сорпаның бетіндегі осындай аздаған көбіктерді сүзгінің көмегімен алып тастауға болады. Кеспені 2-3 минут көлемінде ғана қайнататын боламыз.
себебі кеспеміз өте жіңішке болғандықтан тез піседі. Сүзіп алған етімізді осылай бөліктерге бөліп кесіп дайындаймыз. Tağımızda salып жатырмыз. Өте дәмді. Бетіне еттерді салып, көк пиязбен әсемдесеңіздер болады. Өте дәмді шығады және өте пайдалы тағам түрлерінің бірі. Міндетті түрде жасап дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.